Елімізде карантиннің әлде созылып жатқанына қарамастан, кәсіпкерлерде қарапайым тұрғындарды артық әрекеттерін тоқтатар емес. Кейбір ойын-сауық орындары жұмыстарын жасырын жалғастырып келсе, енді біреулер үйлерінде кәуап пісіруге дайып барған. Тіпті соңғы уақытта шыдамы таусылған жұрт бала-шағасымен көше кезіп жүр. Осылайша қала мен аймақтарда тәртіп бұзып айыппұл төлеп, тіпті қамалып жатқандардың саны да артуда. Алматыда ескертуді елемегендердің әрекеттері әшкере болып жатыр. Карантин кезінде қаланың қақ ортасында тіпті жай күндері де тыйым салынған құмар ойын орнының жұмыс істегені анықталды. Онда 30-дан аса келушілер мен қызметкерлер қолға түсті. Белгілі болғандай, бұған дейін казиноға жасырын түрде тек тұрақты клиенттер ғана бас сұққан екен. Қазір оларға қатысты әкімшілік хаттамалар толтырылуда. Бұдан бөлек қаланың 2 ауданында шектеуге қарамастан мереке ұйымдастырып келген ойын-сауық мекемелеріндегілер де жауапқа тартылып жатыр. Бірі Бостандық ауданына қарасты караоке клуб болып табылды. Оның ішінде 12 адам тексеріс барысында айқындалды, әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Екіншісі 4-ші ықшам ауданында орналасқан түнгі клуб. Ішінде 30 адам болған, оның 6-ауы ғана қызметкерлер, қалғандары келіп кетушілер екен. Спирттік ішімдіктер ішілген, ән айтып, би билеп жүр екен. Қандай да бір сақтық шараларын таныту деген мүлдем жоқ. Барлығы әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Әкімшілік кодексінің 476 бап бойынша. Карантиннің қатал ережесіне қарамайтындар Павлодар қаласынан да табылды. Мұнда тіпті 3 ер адам пәтер жалдап, балконда кәуап пісірген. Осылайша көңіл көтергісі келгендер төтенше жағдайды былай қойып, көрші қолаңға да кесірін келтіре жаздады. Учаскелік полиция кінәлі адамдарды анықтады. Олар өрт қаупін тудыратын және өзге тұрғындардың өміріне қауіп төндіретін әрекеттер жасады. Енді өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтамаған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Карантині күшейтіліп тұрған Нұр-Сұлтанда да ереже бұзғандар саны артуда. Мұнда шекті аймақтан өтпек болған 143 адам қамауға алынып, 44-і айыппұл арқалаған. Ал Алматыда карантин басталғалы төтенше жағдай режимін бұзған 2000-ға жуық азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Соттың шешімімен 550-ге жуығы әкімшілік қамауда болған. Осылайша көпшілікке сыртқа шығуға тыйым салынса да, жұрт үйде отырудан әбден жалыққан секілді. Салтанат Шырынхан, Алмас Әбдешев, Әйгерім Шакаманова, КТК.